Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 27 ақпан күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қидыруға онша емес, бірақ жол жүруге жақсы, хотя бы прогулкаға шықпайтыңыздар. Сәттілік пен байлықтың энергиясын өзіңізбен бірге ала келесіздер деп көрсетеді. Және бүгінгі күннің энергиясы барлығын тазарту керек, үйді тазарту керек, диетаға отыру керек деп жатыр ғой. Олай емес. Бүгінгі күнде просто тыңдай біліңіздер адамды. Хотя бы музыканы ма, сізге не айтқысы келеді? Алла Тағала, либо Вселенная дейсіздер ма, я? Вообще, музыка тыңдаңыз, адамдардың сөзін тыңдаңыздар. Сол кезде жанын түсінесіздер, сізге не айтқысы келетінін түсінесіздер деп көрсетеді. Бүгін қояндардың күні деп жатыр қой. Қояндар бәріне бір недвижимостьке, бір ақшаға қатысты бір мәселелер болуы мүмкін, ақша келуі мүмкін, бірақ барлығын контрольда ұстап, не істеп жатсың, не қойып жатсың, сондай болуы мүмкін. Ал тауықтарға стресс деп жатқанымыз ұрыс керіс жұлдызы, бір жағынан білім жұлдызы да келіп тұр. Либо балдардың біліміне қатысты ұрысуларыңыз мүмкін, стресс болуларыңыз мүмкін. Бірақ күннің соңында тауықтарға ақша келеді. Дереваян, агониян белгісі ақша шығаратын күндеріңіз, слабый карта болса сіздерге қайта ақша келеді, білесіздер. Шыққандар тілек тілеңіздер, періштеңіз қасыңызда, тілегіңіз орындалады. Апрель айында туылғандар дәрігерге бүгін көрінген жақсы, дәрігерден жолдарыңыз болады. Және шыққан жылы күнінде туылғандар